Алматының ауа сапасын жақсартып, ауыз суын тазартуға мектеп оқушылары да білек сыбана кірісті. Жас ғалымдар өз қолымен смарт сүзгі жасап, атмосферадағы улы заттарды анықтайтын жүйе ойлап тапқан. Қоршаған ортаны сақтаудың жолын ғылымнан іздеген өрендердің бұл еңбегі немқұрайлылықтан арылуға себеп бола ма? Оқушылар сарайында зерттеу жүргізетін дарынды жастардың тағы нендей жаңалығы бар. Тақырыпты әріптесім Рүстем Айткарым қала келбет айдарында тарқатып айтады. Алматы қаласының экологиясына бей-жай қарамайтын жастар көп. Солардың бір тобы оқушылар сарайында зерттеу жұмысын жүргізеді. Дарындылар мектеп айналасында табиғи көкөніс өсірудің маңызын айтып, осы тақырыпта жоба қорғап үлгерген. Ал енді бірі жаһандық жылынудың қауіпті тұстарын тауып, шешу жолдарын анықтаған. 5-ші сыныпта білім алатын Аңсар мен Егор болса, боттың көмегімен жұмыс істейтін чат ойлап тауыпты. Қос достың тың бастамасы қала тұрғындарына ауа сапасының құрамындағы зиянды заттың мөлшері жөнінде ақпарат береді. PM2.5 это маленькие частицы, как вы знаете. PM2.5 бөлшектері ауада көп кездеседі, және оның қалыңдығы адамның шаш талшығынан да жұқа. Міне, осы улы зат адам өкпесіне түскендіктен көбі жазылмас дертке шалдығады. Бізді осы мәселе алаңдататындықтан зерттеу жұмысын бастадық. Жұртқа пайдамыз тисе дейміз. Жастайынан ғылым білімге ұмтылған оқушылар судың тазалығын тексеретін мынадай смарт сүзгіде жасап шыққан құрылғы тіршілік нәрінің құрамындағы зиянды затты дереу анықтап, оны жойып береді. Ол үшін бар болғаны түтікшесін суға салып, күтсеңіз жеткілікті. Жоба авторлары мұндай жабдықтың саяхатқа шыққанда өте пайдалы екенін айтады. В Алмате есть проблема, что люди... Алматы тауларына шыққан адам ауыз су мәселесіне тап болады. Бұл сүзгі соны шешуге бағытталған. Құрылғы 5 кезеңде жұмыс істейді және толықтай автоматтандырылған. Яғни жабдық табиғаттағы суды тазарта түсіп, ағзаға зақым келмейтіндей етеді. Орталықта экология бағытында зерттеу жүргізетін 2000-ға жуық бала бар. Олар шаһардың әр ауданынан келеді және ай сайын түрлі байқауда бақ сынайды, тәжірибе арқылы шыңдалады. Помимо научно-исследовательских работ, ғылыми зерттеу жұмыстарынан бөлек біздің оқушылар экология тақырыбында қойылымдар қояды. Олардың қоршаған ортаға деген қамқорлығын осыдан аңғаруға болады. Экомәдениеттің қалыптасып келе жатқанын өз көзімізбен көріп жүрміз. Атап өтерлігі, балалар қызыл кітапқа енген өсімдік, жануар түрлері туралы қызықты деректерді іздеп, кітапшалар жасауға да өте құмар. Оқушылар сарайының тәлім алушылары республикалық жас эколог форумына да жиі қатысады. Онда елдің әр өңірінен келген қатысушылар тың жобаларын көрсетеді. Сайыстың 5 бағыты бар. Онда киім-кешекті қайта өңдеу тақырыбы қозғалады. Сондай-ақ эко-блогерлер тартысы өтеді. Салаға қатысты үздік фильм түсіргендер анықталады. Бастысы, осындай бастамаларға жастардың белсенді түрде ат салысып, экология мәселесін кейінге қалдырмай жүргені қуантады. Себебі мұндай әрекет оқушылардың бойында жауапкершіліктің арта түскенін дәлелдейді. Рүстем Айткарым, жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы.